Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін көшпенділер мәдениеті бөліміне келдік. Сабақтың тақырыбы көшпенділік деп аталады. Сабақтың мақсаты тыңдалған мәтіннің мазмұнын түсіну, ұсынылған ақпарат бойынша факті мен көзқарасты ажырата білу. Жаңа сабаққа тоқталмас бұрын мына видеороликті көруге шақырамын. Алыс шығыс батыс Еуропаға, Сібірден Индостанға дейін бірнеше ғасырлар бұрын көшпенділер өркениеті 10 мыңдаған шақырымдарға созылған еді. Қазіргі уақытта көшпенді тайпалар тәуелсіз елдің тұрғындарына айналды. Алайда олардың бәрі өздерінен ежелгі мәдениеттерін көздің қарашығындай сақтап келеді. Аңшылықтың ежелгі өнер екендігі баршаға мәлім. Адамдар бірігіп қоғам құра бастаған кезде аңшылыққа шығу дәстүрі пайда болған. Бұл адамзаттың даму тарихынан белгілі. Алайда көшпенділер үшін аңшылықтың орны ерекше еді. Тұлпар, құс пен ит аңшылық кезінде көшпендінің серігі болды. Уақыт өте келе олардың мәні де арта түсті. Монғолияда табылған қола дәуіріндегі жартасқа жазылған суреттер осыған дәлел. Белгілі саяхатшы Марко Поло сонау 13-ші ғасырда орталық Азиядағы көшпенділерді атпен, бүркітпен және қаршығамен аңшылыққа шығатындығы туралы жазған болатын. Аңшылық өнері тек күнделікті азық табудың жолы болған емес. Көшпенділер үшін бұл іс біртіндеп жауынгерлерді дайындау тәсіліне айналды. Саятшылық дала қолбасшыларының сүйікті ісі болған. Мұны қазіргі Қазақстан аумағында табылған археологиялық жәдігерлерден байқауға болады. Сақ патшалары жерленген жерде олардың сүйікті серіктері қырағы құстары табылған. Бұл аңшылықтың жауынгерді дайындау тәсілі болғандығын білдіреді. Қанжығаға байланған олжа көшпенділер үшін ерекше мәнге ие. Бұл шайқас кезінде алынған жүлдемен тең. Алтын қыранның ел рәміздерінде бейнеленуі бекерден емес. Туымызда қанатын жайған қыран суреттелген. Ал саятшылық өнері әлі де ұрпақтан ұрпаққа беріліп келеді. Көшпелі халықтардың таным түсінігінде қыран бүркіт батылдықтың, батырлықтың, мықтылықтың, қайсарлықтың, еркіндіктің нышаны. Қасқыр мен қара құйрықтарға шыққан. Бірақ алдымен мұндай мықты бүркіттің өзін табу керек қой. Нағыз аңшы құсты табу оңай іс емес. Оларды үйрету аса қиын, қажырлы еңбек. Мұндай құсты үйретіп баптауға құсбегі айлар, тіпті жылдар сарп етеді. Саятшылыққа жас, бірақ ұша алатын қырандар үйретіле бастайды. Бұл құстармен тіл табысу үшін құсбегі түрлі тәсілдерді қолданады екен. Оларға ат қояды, сөйлеседі, тіпті домбырамен күй ойнап, құстың көңілін жаулайды. Аңшылыққа үйретудің құпиясы бар. Олар мыңжылдықтар бойы қалыптасқан. Аңшылыққа шықпас бұрын бүркітке арнайы бас киім кигізіледі. Бұл құстың ит пен мысық сынды керек емес нысаналарға көңілі бөлінбес үшін жасалады. Тиісті жерге жеткен соң, қолында бүркіті бар салт атты биікке шығады. Тымағаны алып, бүркітті жібереді. Енді олардың екеуі де еркін, бір-бірімен тең. Орталық Азия далаларында мұндай саятшылық барысында ерекше қабілетке ие ақылды ит тазы серік болған. Әлемдегі әрбір халықтың өзіне тән ит тұқымы бар. Ғалымдардың пайымдауынша ауа райы, табиғат пен өсімдіктердің өзі иттерге қажетті қасиеттерге әсерін тигізеді. Вот смотрите, по петроглифам, то есть... Петроглифтерге қарасаңыздар, 3-5 мың жыл бұрынғы петроглифтерде тазы сынды иттер бейнеленген. Впервые барзообразные собаки, там собаки... Құлақтары тікірейіп тұр. Олар әрине Азия аумағында қалай пайда болғандығы жайлы бірнеше болжам бар. Соның бірі біздің заманымыздың 8-ші ғасырына тән. Кейбір итбегілердің айтуынша, қазіргі тазы осы жерге таяу шығыс пен Арабия шөлінен әкелінген. Қалай болғанмен дала халықтарында иттердің осы тұқымы қадірлі болды. Көшпенділер тазыны еш уақытта да ит демеген. Олар оны жоғары санаған, құрметтеген. 18-ші бетте бірінші мәтінді оқыңдар. Тілді құралдары арқылы мәтіннің стилін анықтаңдар. Көшпенділік. Көшпенділік көшпелі халықтардың тарихи қалыптасқан әлеуметтік экономикалық даму жүйесі.
Шаруашылық мәдени типі. Көшпенділердің өмір салтының бірнеше белгілісі бар. Олар мал шаруашылығының басым болуы, жер жағдайына қарай маусымдық көшіп қону, шаруашылық табиғи әдістерін игеруі. Ата қоныс ұғымы көшпенділер үшін қасиетті, өз жерінің тұтастығының кепілі болған. Ата қоныстың әрбір аймағы халық санасында киелі жер болып есептелген. Қоршаған орта киелі таулардан, өзен мен көлдерден, аңғарлар мен төбелерден тұрады деп санаған. Мәтінді оқып болған соң ой түрткі сұрақтарына жауап береміз. Көшпенділік дегенді қалай түсінесіңдер? Ата қоныс және туған жер ұғымдарының айырмасы бар ма? Көшпенділердің жайлау мен қыстау таңдау ерекшеліктері жайында қандай ой түюге болады? Балалар, біздің ата-бабаларымыз табиғатты қорғай білген. Ерте заманнан маусымдық жайылымдарды пайдаланған. Жауын шашыны молырақ таулы өңірді жайлау, ал құмды желден таса аймақты қыстау ретінде пайдаланып келген. Көктеу мен күзеу мал қыстайтын жерлерге тікелей жалғасып жатқан. Малға жайлы болсын деп, өз жанын аямай малды бар жан тәнімен күткен көшпелі қазақтың ата-бабаларымыздың қалдырған мол мұрасымен танысып отырмыз. Қатал даланың табиғатын танып түсінуі, оның ішкі заңдылықтарын терең білу, болжай білу, мұның бәрі көшпенділер мәдениетінің маңызды жақтарын көрсетеді. Балалар, кітаптарыңызды ашып, 19 бетте 4-5 тапсырманы орындаймыз. Оқылым мен тыңдалым мәтіннен деректерді бір бағанға, соған байланысты өз пікірлеріңді 2 бағанға жазыңдар. Қорытынды бөлім. 3 тапсырма. Жалғасын тап әдісі. Мақал мәтелдердің жалғасын тауып жазыңдар. Керекті сөз астында тұр. Жалғасын тап әдісі бойынша бағалау критерийі. Мақал мәтелдердің жалғасын тауып жазады. Дескрипторы. Қажетті сөз тіркестері мен сөйлемдердің арасынан мақал мәтелдердің жалғасын таба алады. Дұрыс тапты деп ойлаймын. Жалғасын тап әдісі арқылы тапсырманың дұрыс жауабымен салыстырып өтіңдер. Назарларыңа рахмет. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.